Аузубиллахиминашшайтанирражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қазақша арабша Құран хатым оқу. Әл-Араф сүресі. Биік тосқауылдар деген. 142-ші аят. Қуылған шайтан кесірінен Аллах сенен аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Тауратты алуға дайындық жасап, құлшылық етуі үшін Мұсамен 30 түндік мерзімге келісіп, кейін оған тағы да 10 түн қосқан едік. Осылайша Раббысының ол үшін тағайындаған мерзімі 40 түнді құраған еді. Мұса жолға шығарда бауыры Харунға: менің орнымды басып, қауымыма бас көз бол. Оларды әрдайым түзетіп, жөнге салып отыру арқылы жақсылап басқар. Абай бол, аңдамай лаң басушы бұзақылардың жолына түсіп кетіп жүрме, деп қауымын аманаттады. Арабшасы. Аузу биллахи минаш-шайтанир-ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. Мұса межелі жерге біз белгілеген уақытта келді. Сөйтіп Раббысы онымен тілдесті. Раббысымен тілдесіп ерекше күйге бөленген Мұса оны көруге деген ынтызарлықтан өзін өзі ұстай алмай: о Раббым, маған көрінші, жамалыңа бір қарайыншы, деді. Сонда Алла: сен мені бұл дүниеде мынадай жалаңаш көзбен көре алмайсың. Одан да мына тауға қара. Егер ол орнында бәз баяғы қалпында міз бақпай тұра алса, онда мені көре аласың, деді. Содан Раббысы тауға сәл ғана көрініп еді, оны күл талқан етті. Мұса болса, төбесіне жай түскенде есінен танып сұлап түсті. Есін жиғанда: уа Раббым, сен мінсізсің, жаратылғанға ұқсаудан, кемшілік атаулыдан адасың. Орынсыз өтінішім үшін бір өзіңе тәубе етіп, кешірім тілеймін. Сондай-ақ мен бұл мәселеде елдің алды болып өзіңе ғайыптан иман келтіремін, деп жалбарынды. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّي أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. Сонда Алла: уа Мұса, мен күллі адамзаттың ішінен сені таңдадым, һәм құлдарыма арнап өзіңе уахи еткен жолдауларым әрі өзіңмен тікелей тілдесу арқылы мерейіңді үстем еттім. Өзіңе бергенімді, пайғамбарлық пен даналықты қабыл ал. Осынау нығметім үшін сөз жүзінде әрі іс жүзінде шүкіршілік білдірушілердің бірі бол, деп бұйырды. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. Біз ақырында оған берген тақтайшаларға Аллаға барар жолда қауымына шамшырақ болатын насихат пен үкімдердің бәрін бүге-шүгесіне дейін жаздық, һәм иман әрі құлшылық мәселесіне қатысты барлық тақырыптарды тарқатып,
егжей-тегжейлі баяндадық. Әрі оған бұдан былай сен бұларды берік ұстан. Қауымыңа да бұлардың ішіндегі үкімдер мен маңызды нұсқауларды мүмкіндігінше жақсылап орындауды бұйыр. Жақында сендерге жүгенсіз кеткен азғындардың жермен-жексен болған жұртын көрсетемін. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ. Жер бетінде орынсыз көкірек керіп даңдайсығандарды аяттарымнан сырт айналдырамын, яғни оларды аяттарымды ақиқатты лайықты түрде түсіне алмайтынды етемін. Олар жолымыздың хақ екенін көрсететін қанша дәлел, қаншама мұғжиза көрсе де, бәрібір оған иланбайды. Тура жолды көрсе де, оны өздеріне лайықты жол деп есептемейді. Ал керісінше теріс һәм азғындық жолын көрсе, оны өздеріне лайық көріп, бірден сол жолға түседі. Иә, солай істейді, өйткені олар аяттарымызға сенбеуді әдетке айналдырған еді, һәм олардың мән мағынасын, пайдаларын түсінуден мүлдем қалған еді. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آيات لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Аяттарымызға һәм ақыреттегі қауышуға сенбегендердің істеген бүкіл ісі зая болып, еңбегі еш кетті. Әрине солай болады. Олар өз қолымен істеген істерінің қарымынан басқа не алады? وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Мұсаның қауымы, яғни қауымының басым көпшілігі ол кеткеннен кейін өздерінің бағалы әшекей бұйымдарынан мөңіреген үн шығаратын бұзауды мүсінін жасап, соны тәңір тұтты. Сонда олар әлгі бұзаудың өздеріне тіл қата алмайтынын және тура жолға сала алмайтынын көрмеді ме? Соған қарамастан олар оны тәңір тұтып, өздерін екі дүниеде де қор қылып, ақыретте тозаққа тоғытатын кешірілмес күнә арқалап өздеріне қиянат жасады. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ. Олар өздерінің бұзауға табынып еш опа таппағанына һәм тура жолдан тайғандығына көздері анық жеткенде аһ ұрып, егер Раббымыз бізді мейіріміне бөлемесе әрі күнәларымызды кешірмесе, шүбәсіз оңбай зиян шегетіндердің қатарында боламыз деді. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Мұса қауымының бұзауға табынғанын жол-жөнекей естіп, қауымына тым ашулы һәм еңсесі түскен күйде оралды.
Ол келген бойда қауымына: мен кеткеннен кейін қандай жаман істер істегенсіңдер, раббыларының әмірін мұншама тез тәрк еткендерің қалай, деді де қолындағы тақтайшаларды қоя салып бауырының басынан, яғни шашынан ұстап өзіне қарай жұлқи тартты. Сонда бауыры: уа анамның баласы, бұл қауым мені адам құрлы көрмей әбден басынып алды, тіпті өлтіре жаздады. Мені дұшпанға таба қылма, һәм мені кешірілмес күнә арқалап өзіне қиянат жасаған залым қауымның қатарына қоса көрме, деді. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. Сонда Мұса бірден Аллаға жалбарынып былай деді: уа Раббым, егер біздің кінәміз болса, мені де бауырымды да кешіре көр, бізді шексіз рахымыңа бөлей көр, өйткені сен бәрінен де рахымдысың. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. Бұзауды тәңір тұтқандар шүбәсіз жақында Раббыларының қаһарына ұшырайды һәм бұл дүниеде қорлық көреді. Біз жалақорларды міне осылай жазалаймыз. Инналлазина аттахазул аджла саяналухум ғадабум мин раббихим ва зиллатун фил хаяти дунья ва каззалика наджзил муфтарин. Ал күнәға батқаннан кейін істеген күнәларына өкінген бойда тәубеге келіп, иман келтіргендерге келсек, уа Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, шүбәсіз Раббың ғафур, ондай шынайы тәубеден кейін өте кешірімді, рахим, әсіресе өзіне біржолата бет бұрған құлдарына ерекше мейірімді. وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. Мұса ашуы тарқаған соң қауымын тура жолға шақыру үшін тақтайшаларды қолына алды. Тақтайшалардағы жазуларда Раббыларынан шын имен етіндер үшін тура жолға бастайтын иләһи үкімдер мен нұсқаулар және рахым бар еді. وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ. Содан соң Мұса бүкіл елдің атынан Алладан кешірім сұрау үшін һәм Алламен араларындағы келісімді жаңалау үшін бұзауға табынған қауымның ішінен 70 кісіні өкіл ретінде таңдап алып, біз белгілеген уақытта тауға қайта келді. Алайда әлгі 70 кісі межелі жерге жеткеннен кейін Алланы өз көзімен көрмейінше Мұсаға сенбейтіндігін айтып тағы да асы болды. Сол кезде оларды алапат зілзала басты. Сонда Мұса бірден: уа Раббым, егер қаласаң, оларды да, мені де бұдан бұрын да құртар едің. Арамыздағы ақымақтардың қылығы үшін барлығымызды бірдей құртып жібермексің бе? Жоқ, бұл тек сенің сынағың болар. Сол арқылы қалағаныңды сүріндіріп адастырасың, қалағаныңды тура жолға саласың. Сен біздің қамқоршы иемізсің. Бізді кешіре көр һәм шексіз мейіріміңе бөлей көр. Сен бәрінен де кешірімдісің. وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا
فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. صدق الله العظيم. 155. ayetten sonra.